Хансұлтан, Ау. Айсұлтан, Мен. мен осындай керемет Өзбекәлі және Мәдени майдан деген кітапты оқыдым. Осы кітапты болашақта сендер де апайларын әріп танытып, кітап оқыған кезде осы кітапты оқуға мен кеңес беремін. Бұл кітаптың ішінде осы қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібековтің өмірі, болмысы, қазақ еліне, жалпы еліне деген махаббатынан туындаған мәдени соғысы баяндалған. Бұл жерде жаңағы жан қиярлық күресі көрсетіледі. Және сонымен қатар қазақтың бас ақыны, ұлы ақын Абай Құнанбаевтың өлеңдері, аудармалары және 45 қара сөзін оқуға кеңес беремін. Осыны оқып, Абай аталарындай дана, дара болуларыңа тілектеспін, Құдай қаласа. Ал мынау мектепке барған кезде ең бірінші оқитын ертегілерің, бірінші әріп танып, әрбір әріптің басын құрап оқыған кезде осы ертегіден бастап оқисыңдар. Түсіндіңдер ме? Иә. Емеші? Қандай? Осындай бір керемет ертегі, сабақтар, саған берем. Ал мынау Ақбата деген кітап. Бұл кітапты, Хансұлтан, сен өскен кезде біздің дастарханға бата беріп, қол жайып тілек тілейсіңдер. Сол кезде осының ішіне небір керемет баталарды жаттап алыңдар, жарай ма? Иә. Жарайсыңдар.